осы бір сөздерді айтуға мен әкеме үлгермей қалдым. Себебі мен ол кезде 15 жаста болатын. Мүмкін айтқанды шығармын. Бірақ ойымша айта алмадым. Айтпадым. Бірақ менде әлі мүмкіншілік бар. Бұл сөздерді анама айтатын. Айналайын анашым, жер бетінде Алланың мейірім махаббатына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатына лайық бірден бір адам болатын болса, ол әрине мен үшін сізсіз. Менің осылай адам болып, ел қатарына қосылып, аяғымды алшаң басып, нық адым жасап жүргенім, ол әрине сіздің үздіксіз жасаған дұғаларыңыздың арқасы деп білемін. Алла сізге ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Мен сізді шын жүректен жақсы көремін. Сыйлаймын, құрметтеймін. Сіз маған әке орнына әке, ана орнына ана бола білдіңіз. Сіздің ортамызда көз қуанышымыз болып жүре беруіңізді Алладан үздіксіз дұға етіп тілеймін. Алла сізге қуат берсін, денсаулық берсін. Нұрлы жүзіңізді қуанышқа толтырсын. Біз сізді жақсы көреміз, анашым. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Сол сіздің ортаншы ұлыңыз мен. Аман болыңыз. Осы сөздерді айту арасында оңай емес, бірақ қиын да емес. Осыны көріп отқан кісілер болса, айтыңыздар, үлгеріп қалыңыздар көзі тірісінде. Аман болыңыздар.